Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абайдың қара сөзі. Бүгінгі сабақта сөйлеу барысында мақал-мәтелдерді, нақыл сөздерді қолданып үйренесіңдер. Оқушылар, мен бүгінгі сабағымызды Сұлтан Махмұт Торайғыровтың мына бір өлең шумағымен бастағым келіп отыр. Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы ерінбе, адамдықты көздесең, жаттап тоқы көңілге. Абай жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы. Ол ұлы ақын, ғұлама ойшыл, аудармашы, әрі композитор болған. Онда ол бала кезінен өте қабілетті болған шығар. Иә, Абай жасынан білімге құштар, өте алғыр бала болған. Анасы Ұлжан мен әжесі Зере өздері білетін ертегі, аңыз әңгімелерді Абайға көп айтатын болған. Ал әкесі Құнанбай Абайды Семейдегі Ахмет Риза мешіт медресесіне жіберіп оқытқан. Бұл медреседен Абай мұсылманша білім алып, түрік, араб, парсы тілдерін оқыған. Шығыс поэзиясы және сөз өнерімен, оған қоса математика, география, жаратылыстану ғылымдарымен танысқан. Низами, Науаи, Физули және басқа да шығыс әдебиет алыптарының өлеңдерін көп оқыған. Өз бетімен орыс тілін үйреніп, орыстың Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Щедрин, Некрасов сияқты ойшылдарының еңбектерімен танысқан. Кейін олардан аудармалар жасайды. Сонымен бірге ағылшын ғалымы Дарвиннің, әлемге әйгілі ақын Шекспирдің шығармаларын да оқиды. Осылайша дүние танымын кеңейтіп, білімін шыңдай береді. Әкесінің қалауымен ел ісіне ерте араласқан Абай тез есейіп, жастайынан сөз өнеріне, билердің шешендік өнеріне құлақ салып, бойына сіңіре білген. Сонда ұлы ақын болу үшін көп оқу керек екен ғой. Көп оқып қана қоймай, жинаған білімді халқының жақсылығына, елдің пайдасына жұмсай білуің керек. Абай өз шығармаларында үнемі халықты өнер мен білімге, адал еңбек етуге, халыққа пайда келтіруге үндейді. Иә, асыл сөз, адамдықтың бәрі Абай атамыздың әлемнен басталатыны сөзсіз. Олай болса, адамдық қасиеттерді саралап көрейікші. Мына сөздерге қарама-қарсы сөздерді тауып көрейік. Білімсіз. Дұрыс айтасыңдар балалар, білімді. Өнерсіз. Өнерлі. Жалқау. Еңбекқор. Сараң. Жомарт. Өтірікші. Шыншыл. Әдепсіз. Әдепті. Жарайсыңдар балалар. Ендеше осы айтылған әрбір адамдықтың жақсы қасиеттерін бойымызға сіңіріп, жамандықтан бойымызды алшақ ұстап, өсуіміз қажет екен. Олай болса балалар, адамдық қасиеттердің бастауы болған Абай атамыздың 38-ші қара сөзін бірге оқиық. Күллі адам баласын қор қылатын 3 нәрсе бар. Сонан қашпақ керек. Әуелі надандық, екіншісі еріншектік, үшіншісі залымдық деп білесің. Надандық білім ғылымның жоқтығы, дүниеден еш нәрсені оларсыз біліп болмайды. Білімсіздік хайуандық болады. Еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады. Залымдық адам баласының дұшпаны. Адам баласына дұшпан болса, адамнан бөлінеді.
бір жыртқыш хайуан хисабына қосылады. Оқушылар, хисабына деген сөз қатарына, есебіне деген мағынада айтылған. Балалар, Абай атамыз адам баласын қорғылатын қандай қасиеттерді атап көрсетті? Сызбаға түсіріп көрсетейік. Ендеше балалар, дұрыс нұсқамен өздеріңіздің жауаптарыңызды салыстырып көрейік. Надандық білім ғылымның жоқтығы. Еріншектік күллі өнердің дұшпаны. Залымдық адамның дұшпаны. Дұрыс айтасыңдар. Яғни, білімсіз адам хайуанмен тең екен. Ал ендеше балалар, адам бойындағы жағымсыз қасиеттерге байланысты қандай мақал-мәтелдер, нақыл сөздер білесіңдер? Ендеше балалар, экранға назар аударайық. Мақалдың жалғасын тап ойын ойнайық. Еріншектің ертеңі бітпес. Әлсіз адам сүріншек, ақылсыз адам еріншек. Залымның құйрығы бір тұтам. Білімдінің күні жарық, білімсіздің күні ғаріп. Ғылым теңіз, білім қайық. Ендеше балалар, біздің болашағымызға бағыт-бағдар беретін Абай атамыздың даналық сөздері екен. Сонымен, көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған, өлді деуге сияма айтыңдаршы, өлмейтұғын артында із қалдырған, деп артына өлмейтұғын із қалдырған ғұлама, дана Абай атамыздың өлең жолдарымен сабағымызды аяқтаймыз. Ендеше балалар, Абай атамыздың әрбір қара сөзі, өлеңдері, Абай әлемі біздің рухани қазынамыз. Балалар, кестеге назар аударайық. Сендер Абай аталарың туралы қандай мәліметтер білесіңдер? Бұрыннан білемін. Абай Құнанбаев 1845 жылы туған. Семей облысында дүниеге келген. Әкесі Құнанбай, анасы Ұлжан, әжесі Зере, атасы Өскенбай. Жаңа мәлімет: Абайдың 170 өлеңі бар, 3 поэмасы, 45 қара сөзі бар. Абайдың 45 қара сөзі бар екенін білдік. Абайдың қара сөздері әртүрлі тақырыпта ой қозғалған. Абай қара сөздерінде ажарына ғана мән бермей, оның тереңдігіне, логикалық мәніне зер салған. Тақырыбы адам болмысы. Қара сөздердегі әрбір сөз осы тақырыпты кеңірек ашуға мүмкіндік береді. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта сендер сөйлеу барысында мақал-мәтелдер, нақыл сөздерді қолданып үйрендіңдер. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.